Бүгінгі өндірістік оқыту сабағын бастайық. Сабақты бастамас бұрын, сабақта кім жоқ, соны белгілеп алайын. Кезекші кім? Мен. Бүгін сабақта кім жоқ? Абай Бекболат ауырды. Жақсы отыра ғой. Ал енді сабағымыздың бүгінгі тақырыпты айтайын. Бүгінгі тақырыбымыз біздің балалар. Офсетті басу машинасында таралым басу. Сабағымыздың мақсаты офсеттік басу машинасында, яғни таралымды басып шығарамыз. Яғни таралымды алып, өзіміздің қолымызбен ұстаймыз. Сабақты бастамас бұрын өткен сабақты есімізге түсірейік. Яғни үй тапсырмасын. Үй тапсырмасын мен сендерге карточка салып келдім. Сол карточка арқылы үй тапсырмасын қысқа дауысқа тексеріңіздер. Кімге карточка бердім, соларға карточкадағы жауаптарды жіберсін тапсырмасы бойынша. Ал кімдерге карточка таратылған жоқ, өзім сұрақ қойып шығайын. Ал бірінші Есболдан бастайық. Есбол? Дайынсыз ба қашан? Айта ғой. Контур бояу деп, қай бояуды атаймыз. Контур бояу деп, қара бояуды атаймыз. Өте дұрыс. Дұрыс па? Дұрыс. Арғы, Есбол? Басқын процесс кезінде бояудың көзі жылдамдату үшін бояуға қосылатын сикатив. Сикатив дұрыс. Алихан, дайынсыз ба? Дайын. Сәлем. Қандай дейміз? Басым аппаратында қалыпты сендірген ең бекітеді. Жауап басым қалды. Басылым қалды дұрыс айтасыңдар. Дастан? Антисикатив деген басылым процесі кезінде бояуды баю кептіру үшін қызмет жасайтын зат. Жақсы, ал енді балалар, ал енді біз өткен сабақтар бойынша жалпы офсеттік басылым машинасының іш құрылысын, әр аппараттарын, цилиндрларын барлығын толығымен өттік. Енді сол барлық ішіндегі құрылыстардың барын өткеннен кейін солармен бүгін жұмыс жасаймыз. Яғни бүгін біз таралымды басып шығаруымыз керек. Оны баспас бұрын жалпы офсеттік басылым машинасының ішінің құрылысын еске түсіріп өтейік. Жалпы офсеттік басылым дегеніміз қандай басылым балалар? Жоғарғы. Жоғарғы? Жоғарғы дегеніміз не? Ашық Өте дұрыс айтасыңдар. Ашық және баспа элементтері бір жазықтың бойында орналасқан басылымды жазық басылым деп айтамыз. Яғни жазық басылымға біздің офсеттік басылымымыз жатады. Ал енді осы жерден тағы бір сұрақ туындап тұр менде. Ашық және басылым элементтер дегеніміз не ол? Қалай түсінеміз ол? Ашық деген атаны әріптердің ортасында нелер болған, оған жуып шайып түседі. Ал басқа элементтер сол әріптер әріп сөйлейді. Бұл ашық мен баспа элементтері қай жерде болады? Қағаздың үстінде. Қағаздың үстінде. Қайдан түседі? Қалыпта, яғни қалыпта болады бұл. Біздің машинамызда қалыпта кездеседі. Өте дұрыс. Балалар, өткен сабақ бойынша басылым машинасының үш құрылысы. Яғни бізде үш цилиндр бар дедік. Қандай цилиндрлар? Мынау қандай цилиндр? Мынау? Басылым цилиндрына немен қапталады басылым цилиндрі? Ештеңкемен қапталмайды, дұрыс айтасыңдар. Офсеттік цилиндр ше? Яғни резина декельмен қапталады. Мынау не? Ылғалдау аппараты, яғни біздің қалыпқа ылғалды береді. Мынау? Бояу аппараты. Мынау не бізде балалар? Таза, яғни басылмаған қағаз беретін үстелдегі қағаз. Ал мынау бізде қабылдау столында басылып шыққан қағаз. Өте дұрыс айтасыңдар. Енді осы процесті біз қазір цехқа барып басылым машинасында жұмыс жасаймыз.
Болды. Енді қараңдар балалар жұмыста қолданып келгенде күнменде видео айтып балалар, көріп біз бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттік. Тарауын басқалар бүгінге ғой. Енді үйге тапсырма. Осы бүгін өтілген процестер барлығын қайталап келесіңдер. Келесі жолы өздерінің әрқайсыларын мәселеде жеке-жеке жұмыс жасап көресіңдер.